Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз терінің қартаю белгілерімен күресетін кремді маска жасаймыз. Ол үшін ыдысқа 3 ас қасық күрішті саламыз. Бір ас қасық құрғақ сүт қосамыз. Бұл маска пигментті қара дақтарды кетіреді және тері өңін біркелкі етеді. Және бір ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Жүгері крахмалы терең әжімдермен күреседі. Қоспаға 100 мг сүт және 200 мг су қосып, жақсылап араластырамыз. Қоспаны баяу отқа қойып, жартылай шикілей пісіріп аламыз. Жартылай піскен күріш қоспасын оттан алып, сәл суытамыз. Ыдысқа құйып, блендермен езіп аламыз. Күріштің құрамындағы дәрумендер терінің қартаю процесін тиімді баяулатады. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецептер табатыныңызға сенімдімін. Маска негізі тегіс болып шығу үшін електен өткіземіз. Бұл кремді маска әжімдерді кетіреді және үлкен тесіктерді жабады. Дайын болған маска негізін 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші кремді маскаға 10 тамшы жүзім тұқымы майын қосамыз. Және 10 тамшы шабдалы майын қосып араластырамыз. 2 майдың үйлесімі теріңізді жасартып қатайтады. Барлық қоспа қосылғаннан кейін масканың әсері күшейе түседі. Дайын болған керемет маскамызды шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 7 күнге дейін сақтауға болады. Кремді масканы кешке жатар алдында жағамыз. Масканы бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып, 1 сағатқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Бұл кремді масканы күнделікті қолдануға болады. Сіз маска кремді бір қолданғаннан кейін-ақ айырмашылықты көресіз. Енді екінші теріні нәрлендіріп ылғалдандыратын қартаюға қарсы маска жасаймыз. Екінші жарты маска негізіне жарты шай қасық лимон шырынын қосамыз және шай қасықтың ұшымен куркума қосып араластырамыз. Бұл масканың бетті көтеретін әсері бар. Тері өңін жақсартады және бетті ағартып жарқыратады. Масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтай аламыз. Масканы қолданар алдында білегіңізге жағып 10 минутқа сынап көріңіздер. Бұл масканы аптасына 1-2 рет жасайсыз. Масканы бетіңізге жағып 10 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз.
лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз, және жаңа шыққан рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.